Білім күні жас үшінде, кәрі үшінде мерейлі мереке, зор қуаныш. Білім күні жас жүректердің дүрсілі. Бұл күні біреулер мектеп табалдырығын алғаш рет аттап, мектеп атты зәулім ғимаратқа имене көз тастаса, біреулер университет қабырғасына балмұздақ болып қонақтап жатыр. Мұқағалиша айтсақ, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығатын аяулы мектеп қабырғасы алғашқы махаббаттар мен мектеп жылдарының талай қызықтарын өзіне бұғып жатыр. Бұл қабырғадан аңғал бала, білімді бозбалаға, кішкентай қыз білікті бой жеткенге айналып шығады. Мектеп партасындағы шимайлар балалық күннің қолтаңбасындай. Балалығымыздан қалған тәтті естеліктер есімізге мектебімізбен бірге оралады. Міне, бүгін де күзбен бірге ере келген 1978 жылғы жас бүлдіршіндер Абай Құнанбайұлы атындағы нөмір 9 мектептің табалдырығын аттауда. Әзімхан, айттым ғой саған ұстап аламын деп. Оңалсын, жеңілдім, енді мазақтамаймын сен. Енді бірінші атамамын деп айтып көрші. Мәс саған, бүгін әдебиеттен екі алдым. Математикадан да Сейітжан, Нурикті бәрі екі алды. Әй, осы бүгін қалайда журналда алып кетуім керек. Ей, мына өзіміздің Қуат қой. Қуат, мұнда не істеп жүрсің? Апай, біз үйде қонақ күтіп жатыр едік. Соған мамам столдың астына қоятын кітап бере тұрсын дейді. Үйбай құрсын, Қуатыңыз таза Қуат екен. Сұлтанбеков, косинус квадрат қосылған 1 тең болады неге? Фуникске тең болады. Дұрыс емес, апай. Фуникс емес, Труникс. Қайрат, бүгін вечерге қалай би дайындадың ба? Әрине, қазір би мен ана қыздардың бәрін сындырам ғой. Қой, онда көрек кәме музыка қойын. О, қарындас, біздің бүркітпен билеуге қалай қарайсың? Ассалаумағалейкум қазақ жұрты, мен хабар жүргізушісі Зейін Әліпбек. Шұғыл жаңалықтар. Бүгін Жизақ облысы Қызылқұм ауылының номер 9 Абай атындағы орта мектебінің 1995 жылғы түлектеріне биыл 20 жыл. Соған орай шетелден бізге көптеген құттықтаулар келіп түсіп жатыр. Соған кезек берсек. Good afternoon, children, 78 Жлемана Симона Коммана Клак. Фләктім жлемана гриміні гләд деп құкетшен, я. Мен негізі американдық емеспін. Өздеріңіз сияқты ауылда өскен қара домалақ қазақтың баласымын ғой менде. 78-дер менің сіздерге
айтар тілегім дендеріңіз сау болсын, қажымаңыздар, ауырмаңыздар, тек бақытты болыңыздар. Ал мына 78-дер, мынау 20 жылықтарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді мен не деймін, ана негрдің айтқанына қосылам. Құрметті отандастар, айтпақшы 78-дер, 20 жылдықтарың құтты болсын. Өбірлі шүбірлі болыңдар. Сендерге зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Айналайын келіңдер, қазақтың санын көбейтіңдер. 78-дер, сендерді құр босқа жүрмей әрекет жасаңдар. Ойбай, бүгін 78-дерге 20 жылы болыпты ғой. Кеше ғана қыздарды не үшін қолап жүрген білмейтін бала еді. Құдай сақтасын. Ассалаумағалейкум, құрметті 78-дер. Мынау бүгінгі 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сиырларыңыз сүтті болсын. Ойбай, ең бастысы мамаларыңыз ауырмасын. Не дейміз енді? Той қаласа берсін. Ассалаумағалейкум 78-дер. Шапалақтарыңыз қайта естілмейді. Ажарлы көркің сұлу жаным, бір көріп ұнап қалдым. Жүрегім сезген жылу барым, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзін ұян жаным, қолыда дірілдейді. Алмадымның түндері ай, махаббаттың мәңгі аралындай. Алмадымның түндерін ай, аралайық бірге маралымай. Достармен жаным бір деп, достармен бағым гүлдеп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бірге ойнаған, достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам. Достарым ақ жүректі, қарсы алып таңғы лепті, жарасып өздеріңмен сан жыл өтті. Көңілім алып ұшып, тәтті өмір балын ішіп, кездесем өздеріңмен сағынысып. Достармен жаным бір деп, достармен бағым гүлдеп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бірге ойнаған, достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам. Достармен мәңгі бірмін, сендерсің ән жырымның куәсі, балалық шақ бал ғұмырдың. Көзінен күн көрінген, сыйласар шын көңілмен, достарды аялайық бірге жүрген. Достарды аялайық бірге жүрген. Достармен жаным бір деп, достармен бағым гүлдеп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бірге ойнаған, достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам.
кездесулеріңіз құтты болсын деп бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Ал жолдастар бастайын кешімізді, ән күйменен көтеріп бойымызды. Мінекей 95 жылғы тілектері келе жатыр, ақ ниетпен орыннан тұрып, қошемет тұрып, бүгінгі тілектерімізді кештеріне қошеметте қарсы алайық. Кездесу, кештеріңіз құтты болсын тілектер. Қуаныштарыңыз құтты болсын, қошемет тұрып отырайық. Ey bereketli, oruçlarınız kutlu olsun. Мінекей, ұлағатты ұстаздар, мынау сенің класың, 10-11 жыл тұрасың, титтей болып кіресің, таудай болып шығасың деген, мінекей тілектеріңіз алдарыңызда тұр. Көздеген арман ниет құтты болсын, бүгінгі тілектердің тірегі мықты болсын. Кеш Құдайдың қазынасы деген сөз бар, жасап жатқан кештеріңіз құтты болсын деп қошемет көрсетейік. Бүгінгі 95 жылғы бітірген тілектерімізді қошеметтеп, ақ дастархан төрінде жайғастырайық. Қошеметтеріңіз аймасаңыздар. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Баяғы балалық шақты еске алып, бір қыз бір бала болып кереметтей дастархан төрінен табылып жатсаңыздар. Кәнекей қошеметімізді көрсетейік, қадірменді. Жандарына барып отырыңыздар. Бүгін кеубандарды күту сіздердің міндеттеріңіз. 78-дің ұлдары мен қыздары сіздерге қарауға шамасы жоқ. Енді сіздер пайғамбар кеубаласын сыйлап деп, сол кеубандардың алдына өтіп жатсаңыздар. Ал енді мына қадірменді қуанышымыздың жақсылары мен жайсаңдары. Мінекей арадан 20 жыл өтіп, бүгінгі қазына салтанат сарайында 20 жылдық жасап жатқан мерей қуаныштарыңыз құтты болсын дейін. Ал енді мынау қуанышымыздың төріне осындай дәрежеге жеткізген, кереметтей тәрбиесін берген мынау ұлағатты ұстаздарымызды ортамызға шақырып, бүгінгі қуаныштың төрінде төредей қылып, дастарханымыздың түндігін айқараштырып жатсақ. Ал енді мынау 78-дің ұлдары мен қыздары қуаныштың төрінде кішкене абыр-сабыр тоқтатайық. Бері қараңыздар. Ана бір апам айтқан екен, ессіз қағыр улап-шулап жүріп, ұл туатын келінді қыз тудырып қойдыңдар деп. Сондай болмасын, енді дастархан төрінде кішкене мынау тәртіп сақтайық. Ал енді ортамызға мынау дегенменде ер азаматтың жолы үлкен деп жатады. Дегенменде ұлағатты ұстаздарымызды асабалар ортасына шақырып, дастарханымыздың түндігін айқараштырып жатсақ. Құдай қаласа, өнерді қуған баламын, жұлдызым болып жанамын. Талайдың тойын өткіздім, саялы сарағаш қаламның. Біреуге менде інімін, біреуге менде ағамын. Кешін кешке ұласын, мәртебелі биік қазағым деп. Қазы тұрса, о адам шемеймеген, бұл өмір сынағымен де дейдіген. Осындағы ұлағат ұстаздарға сөндірмесек, көргенсіздің баласы демеймеген деп. Жабдығып Горький ағайымыз, Наурызы Байдар ағайымыз, және де Ахмет Сағатбек ағайларымызды асабалар ордасына қошеметтеп шақырып жатсақ. Кәнекей, ататылған қолдарыңызды алып, дастарханымыздың төрінен айқайлашып берсеңіздер. Жеріміз
мына ортаға тұрайық, ана қара беленің ішінде әруағы бар, кішкене шиқылдап кетеді. Ал енді осындай тәрбие берген ұлағатты ұстаздарымыз ортаға шыққанда неге қошемет ұрмасқа? Ал енді бүгінгі қошеметтің бәрі сіздер үшін, дегенмен де мінекей көріп жатсыздар, тәрбие берген, сабақ берген түлектеріңіз мінекей ер жетіп, Құдай қосқан қосақтарымен мына кешіміздің төрінде төредей болып тұрған жағдайы бар. Өздеріңізді халқың біліп ел сыйлаған, артық қой қатарыңнан білсең бағаң, бір елдің басшысы болып жүрсіз, ұлағатты ұстаздар, аман болсын бала-шағаң деп, бүгінгі 20 жылдық кездесу мерейі құтты болсын дейін. Келіңіздер. Құрметті тамада рахмет. Аядай мені оқушыларым, бүгінгі мені сіздерге жазылған дастархан 20 жылдық тойға өткізуге рахмет. Мені сендерді көп жылдан бері көрмей, көріп отырмын. Балақтарыңызды ол кезде мектепте оқып жүрген кезде бәрі кішкентай, жас қыздар едіңдер, жас балалар едіңдер. Мені бүгінгі үйлі болып, жайлы болып, осы 20 жылдық тойды біз 20 жылдық өткізсек деп, бүгінгі мені бұрыннан келген негендерге орындалып келді. Рахмет. Семьядан бақытты болыңыздар. Өмір жастан ұзақ болсын. Ағар уақытта бастарын бұзылмай осында үлкен отырыстарда отыра беріңдер. 20 жылдық тойларың құтты болсын. Бәрекелді, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бүлбелік, жігітте де жігіт бар, азаматы бүлбелік деп. Жылқының жақсысын тұлпар дейді, құстың жақсысын сұңқар дейді, ал ұстаздың жақсысын сұлтан дейді деп, қуанышымыздың төрінде сұлтанда болып тұрған ұлағатты ұстазымызға және бір қошемет көрсетейік. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Рахмет, Асаба Жұлдыз. Кеш жарық, қадірлі бүгінгі кештің қонақтары. Мынау уақыт барларға емшілеген, уақыттың зымырап өткен сіздерден көріп байқап отырмыз. Өзінен кейінгіні көп қартаясын деп осын айтқан болса керек. Сіздердің де мектеп бітіргендеріне 20 жыл болып қалыпты. Біріншіден, мына басқосуларыңыз құтты болсын. Енді нағыз уақыты осы заманның орта жасар азаматшаларсыңдар. Терең сыйласып, терең араласатын сәттерін, осыда барлықтарын бастарын екеу болып, біраз қара думаға беріп қойған шараттарынан солардың шетін оқып жатырмыз. Енді өздерін оқытқан болсақ, енді балдарымды оқып жатырмыз. Құдай қуат берсе, немерелерді оқытамыз. Ал енді бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Мына жайған дастархандарыңыз ашық деп жариялаймын. Жақсылап, көңіл көтеріп, қалай ұйымдастырған болсаңыздар, сондай жақсы ниетпен ұйымдастырған нәрсе жақсылықпен аяқталады деп ойлаймын. Ал енді барлығын бірден айтып кете берейін бе? Жоқ, қайта-қайта сөйлеп жүрмейді барым. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Әр уақытта осындай көңіл күй тілеймін. Дендеріңізге саулық, осылай жадырап, күліп ойнап жүре беріңдер. Мына өсіріп жатқан ұл-қыздарыңызды жақсы тәрбиелеп, оларды еліміздің бір жақсы азаматшалар етіп тәрбиелесіңдер деген сенімдемін. Дендеріңіз сау, қуаныштарың мол болсын. Рахмет. Бәрекелді, қадірменді ұлағатты ұстаздар, айтып жатсыздар, мінекей сіздерге сабақ беріп, енді мынау ұлдарыңыз бен қыздарыңызға сабақ беріп жатқан жағдайымыз бар деп. Дегенмен де, мынау енді бұл кісілердің үйіндегі Құдай қосқан қосақтарынан сүйген ұлдар қыздар сіздерге деген немере болады. Қазақ айтады, балаң өскенше, немерең өлгенше деп. Татарлар айтады екен, балаң келеді кетеді, немерең түбінге етеді деп. Сондай күндерге жете беріңіздер. Ал дегенмен де Құдайдың берген жасын жасап, осындай қуаныштың төрінде бас болып, төрінде төредей болып жүре беріңіздер. Қуаныштарыңыз көп болсын. Қошеметті бұлағатты ұстаздарымызды дастархан төріне жайғастырып жатсақ, дастарханымыздың төрінен табылсаңыздар. Арында қуанышымызда арнайы басын бұрған мына бүгінгі қыздар қауымы,
Дегенмен де сіздерге алғысым шексіз. Осындай жарқындай күйеу балдарды қуанышқа арнайы сүйреп ертіп келіп жатқан қыздар, сіздер мың жасаңыздар. Дегенмен де анау қыз бала бір апамнан сұрап жатыр дейді, 70 кемпірден. Осы қыз апа кемпірдер қай кезде қыз болады десе, осындай класстастарына төркініне барғанда қыз болады деп. Класстастардың алдына келіп, қыз болып жатқандарыңыз құтты болсын дейді. Ал енді мына дегенмен де мына солағат ұстаздар айтып жатыр, арқамыздан ерген, мына өкшеміз басқан ұлдар қыздарсыңдар деп. Мынау шыңғала елім ай, арағы тегін ай, ішсеңдер кетеді шерігі шегбай дейді. Осындай кездесуден шыққан екі жігіт келіншектерін жетектеп кетіп баратып айтып қояды дейді. Еркектер арақ ішсе мұздай болады, әйелдер арақ ішсе қыздай болады. Бір үйден біреу ішсе, үйге барғанша ұрыс керіс соғыс болады. Бір үйден екеу ішсе, үйге барғанша сүйіс болады деген екен. Сүйіс болмаса да сәл бер жағы болып отырсын, мына алдарыңызға қойылған астандырдан алып отырсаңыздар. Ал енді мынау шырайлы шымғаламыздың мақтанышы болып жүрген қазақ елінде, қазақ жерінде ойы болар орны бар. Мынау жезтаңдай әншілеріңіз 3 қыздан құралған Аймон триосына қошеметімізді көрсетейік. Sen joqsun arayla
sayama Koşmanın bir ışın Esir kesimge Ne sansa bir Armısızlar köpçülük, merekeleriniz kutlu olsun. Barşаңызды достар вальсіне шақырамыз. Осылай бір кереметтей қошемет көрсетіп отырайық, қадірменді қойшымыздың жақсылары мен жайсаңдары. Дегенмен де бүгін қуанышты күндеріңіз, соны түсінеміз. Енді мұны ортада кішкене абыр-сабыр тоқтатып, дастархан төріне төледей бір жайға жатсаңыздар. Мына сыр сүлейіз Тұрмағанбет ағамыз айтқан екен, сөз қадірін білмеген шағалаша шулайды деп. Ал олай болса кереметтей дастархан төрінен табылып жатсаңыздар, біз осы кереметтей әніміздеген қуаныштың төріне ұлағатты және ұстаздарымыз шақырып, сол бүгінгі тейттайында мынау бар білімін үйретіп, ұлағатты ұстаз болған класс жетекшілер дейді. Ұлдамдай апайымыз бен және де Бақтыгүлдей апайымызды асабалар ордасына қошеметтеп шақырып жатсақ, мінекей алдын мұғалім болып жатса, қазір ана болып жатқан ұлағатты ұстаздар асабалар төрінен төредей болып кереметтей орындарыңызды алып жатсаңыздар. Ал олай болса, Ұлдан апайымыз бен Бақтыгүл апайымызды асабалар ордасына кереметтей қошеметтеріңізбен шақырып жатсақ.
ұстаздарға деген қошеметіміз көрсетейік. Ақ жалықтанып отырған ұлағат ұстаздар, осындай кездесу мерейлеріңіз құтты болсын дейін. Мынау иықтағы нағаларымыз айтқан екен, тарбырсағын кеңейткен, тас емшегін жібіткен, мұздайда бесік таянған, желасаң шешіп оянған, құндақтап жерден жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдызай көрген. Мехірбан бар ма анадан деп, ұлағат ұстаздар, қуаныштарыңыз құтты болсын дейін. Қошемет көрсетейік ұстаздарымызға. Құрметті, бүгінгі міне біздің қонақ қылып шақырып отқан шәкірттеріміз, балаларымыз, міне сіздер менен көріспегенімізге де 10 жыл алдыңызда жүрсеңдер, 20 жыл мінекей көріспегенімізге де өтіп кетті. Міне барлықтарыңыз өсіп, барлықтарыңыз семьялы, балалы, шағалы болып, үлкен